Assalamu алейкум, азиз меймандар, қадірлі достар, көркем өнер қайраткерлері, бидайлары, әмде ықыласпентлері. Белгілі хармейстер, ұстаз Айпара Төлепованың еслеу кешесіне қош келдіңіз. Бұл жерге жиналған әрбір инсан Айпара Төлеповаға жат адамлар емес, бәрі де ол инсан туралы азлы кем болса да мағлұматларды біледі. Бірақ біз сонда да бүгінгі ұстаз Айпара Төлеповаға тиесілі азлы кем мағлұматларды осы жерде отырған жақын жуғыларға бір таныстырып қойсақ. Төлепова Айпара Балтамұратовна 1964 жылы 12 февраль күні Кегелі районында қызметкерлер шаңырағында дүнияға келген. 1990 жылы Мұхтар Ашрафи атындағы Ташкент мемлекеттік консерваториясын біткеріп келіп, театрда хармейстер болып минет жолын баслаған. Ол театрда сахналастырылған барлық музыкалы спектакльлерді. Атап айтатұғын болсақ, Алпамыс, Яр Дидары, Үш бойдақ, Ажинияз, Тумарис һәм ұсоған үлкен көлемдегі шығармаларда музыкалық спектакльлерді хор жәмәтіне басшылық етуменен бірге солистлік қосықшыларды таярлады һәм басқарып барды. Айпара Төлепова 1993 жылғы Қарақалпақстан Республикасы гимні таңлау жарысына келіп түскен 20-дан аслам музыкалық хор шығармаларының һәммесіне басшылық етіп, хор жәмәті таярлап һәм атқарып шыққан. Ал енді бүгінгі еслеу кешемізді ашып беру үшін сөз Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театр директоры Парахат Мамутовқа. Мархамат. Ассаламу алейкум, үрметлі ұстазлар, театр жанкүйерлері, үрметлі халқымыздың ардағында болған азиз инсанлар. Бүгін сондай бір біз үшін қадірлі күн. Көркем өнер тарауында үлкен минет еткен әмде Қарақалпақстан Республикасында хор көркем өнерін профессионал дәрежеге алып шыққан ұстаз хармейстер апамыз Айпара апа Төлегенованы сондай бір еске алып жатырмыз. Бірінші нәубетте сондай бір ұлы сәнеге әмде сондай бір еслеу кешесіне қош келіпсіздер дейміз. Неке жоғарыда баслаушымызым айтып өтті азлы кем мағлұматларды. Айпара апа хақында айтатұғын болсақ, әлбетте Қарақалпақстанға хор санатының кіріп келуіне, оның рауажлануына біріншілерден болып үлес қосқан апамыз әмде бұны сондай бір жанкүйерлікпенен, сондай бір підайлықпенен ұсы дәрежеге бүгінгі күндегі рауажланған дәрежесіне алып келді деп айта аламыз. Әрбір істеген минетлерінің біз сол оқып жүрген уақытларымызда біз гуасы болғанбыз, әмде театрдың, ұлым айтқанда кәсібінің підайысы қандай болу керек екенлігін біз үлгі етіп алғанбыз өзімізге. Сол уақытта біздер массалық сахналарда, хор сахналарында шығып қатынасқан уақытларымызда бізге сол Айпара апамыз үйрететін еді. Әмді үйреткенде қандай қылады? Ішіне кіріп барып, түсінбеген адамға түсіндіретін еді оны. Ақырғы тошқысына сейін, хордың, енді хор 30 адам айтып тұрған болса, міне соның ішінде кім қате айтып тұрыпты, кім қайырында алжасып тұрыпты, тоқтатып, түсіндіріп, о адамның кеуіліне тимей, бірақ сол адамға жеткеріп беретін еді. Біз сол уақытларда соның гуасы болғанбыз, әмде көп затларды өзімізге үлгі етіп алып үйренгенбіз. Міне бүгінгі күнде де президентіміздің басламасы менен әр жылдың басында юбилей сәнелерін белгілеу, әмде ұсындай ұлы тұлғаларымызды, ұлы инсанларымызды еслеу бойынша сондай бір тапсырмалар беріледі. Әмде сол тапсырмалардың орындалуы барысында мінекей театрымызда белсенділік көрсетіп,
жыл басынан бастап юбилей сәнелерін әмде басқа да осындай естілеу кешелерін әмелге асырмақта. Бүгінгі мінекей осындай бір үлкен бұл дөретушілік ұшырасу деп еш қателеспей айта аламыз. Себебі бұл жерде апамыздың істеп кеткен минетлері, жоғарыда айтылғандай, осы өзінің минеті менен терін төгіп қалыплестірген жамааттың біз қазір осы кеше давамында гуасы боламыз. Қандай қалыплестіргенін, әмде бүгінгі күнде қандай олар атқарып атырыпты деп, халқымызға қандай қызмет етіп атыр. Міне сол барысларды сізбенен бүгін гуасы боламыз. Әлбетте театр жамааты де некей бүгінгі күнді бір өзгеше қабыл етіп, таң азаннан баслап со апамызды еслеп, басына барып сондай бір Құран тилауат қылды. Әмде сол жерде әр тараплеме міне туған туысқанларына, жақынларына, давамшыларына ұзақ өмір жас тіледі. Әмде кейінгі жұмысларында үмітлер тілеп бір ләжді басылап атырмыз. Некей бүгінгі күнде Айпар апамыздың ізін давам етіп атырған осы хор жамааты. Осы хор жамаатінде соған аз ғана болса да бір әріп үйренген осы ұстазларымыз болса, оның әлбетте давамшылары деп айта аламыз. Әмде некей бұл жерде осы келіп Айпар апаның минетлерін бақалап келіп отырған бір қатар ұстазларымыз бар. Бұларға да өз миннеттаршылығымызды білдіреміз. Уақытында со бірге істескен замандастары бар. Мінекей школаларымыз директорлары, мінекей Қалыбай Абиевич, Тұрсынбай аға сондай бір ітібар көрсетіп, кегелдердің үшінде миннеттаршылық білдіреміз. Бүгінгі Айпар апаның дөретушілігіне, өмір жолына бағышланған кешемізді бастауға рұқсат бергейсіздер. Әмде осы орында театр жамааты тарапынан, администрация тарапынан Айпар апамыздың не дейді, өмірлік жолдасы Бектұрсын аға кел. Әмде қызлары Айжамал жамаат тарапынан естілеу кешесіне Айпар апамыздың суретін естелік үшін үнәм етеміз. Біз енді бұл сәнені бекарға сайламадық. Бүгінгі мінекей 24 апрель жақсы бір естілеу кешесіменен біргелікте Бектұрсын ағамыздың туылған күндері. Бектұрсын ағамыз туылған күндері құтлы болсын. Райым апамыздың сондай бір шыға алмаған арманлары, ерісе алмаған арманлары сіз арқалы, әмде міне бүгінгі күндегі давамшысы қыздары арқалы ерісіле берсін, әмде үлкен шоққыларға ерісіп, әмейше сізге аманшылық, шағыраңызға, өзіңізге денсаулық тілейміз. Бүгінгі 63 пайғамбар жасыңыз құтлы болсын. Әмде жамаат тарапынан сізге сыйлығымыз бар, соны қабыл алсаңыз. Шапалақ қағып болады. Бұл енді өмір. Бұл
айлана береді, бұл тоқтамайды. Қане енді со Айпар апамыз арамызда болғанда, со бір 60 жылдық жасын сіздермен біргелікте бір еслеген болар едік, өткерген болар едік, әмде осы нені не дейді, жауған болар едік та. Бірақ мінекей шүкіршілігіміз көп, Аллаға шүкір, мінекей сондай бір давамшысы қызлары бүгінгі күнде бұны қолға алып, сол ұстаз шәкірт тұтынып, сол жолды давам еттіріп атырыпты. Әмде ұсы білімді Айпар апамыздың сондай бір жанкүйерлігін берсін деген халда еледе жұмыстарыңызда рауаж болсын деп ұсыны сізге інәм етеміз. Некей сондай бір еслеу кешелері, сондай бір болатығын өткерілетін юбилейлер, оларымызды еслеу әмеше не дейді, давамлы болсын. Бұл бір көркемөнер тарауында бұл өмір дем таусылған менен адамның дөрітушілігі, оның істеген минетлері ешқашан ол таусылмайды, әсірлер давамында жасайды. Әмде Айпар апаның минетлері әмі уақытта ұлығыланады, әмде өз орнын тауады. Әмі уақытта Айпар апамыз біздің қасымызда, әмеше біздің жүрегімізде. Сау болғайсыз. Қош келіпсіздер, әзиз достар. Неге көп вақтан берлі хор жамаатының концерті болған жоқ еді. Бүгін әммеміз бір хаяжанда тұрыппыз. Енді хор өнері біздерде таң нәрсе Европа мемлекеттерінен кіріп келген біздерде. Хор деген сөздің өзі қауым, жамаат, көпшілікті білдіреді. Қауым деп мынандай сплоченность та. Бір адам, бір солист айтуы мүмкін. Мен таярмын, ертең концертке келе аламын дегендей болмайды біздерде. Әмме репетиция болғанда бірге келу керек. Мына қолдай болып, мынандай болып тұру керек та. Сонда жақсы концерт болады. Мына музыка тек бір дауыслыдан келген ғой. Біздерде бақсы жыраулардан келген. Сонан кейін Берман 50-ші жылдардың бер жағынан басталады. Біздерде хор өнерінің раважлануы. Бірінші сол халық қосқыларынан басылап, құлаққа сіңдіріп басылаған хор өнері. Соның үшінен біздер бүгін көбінесе мына репертуарымызға музыкалық спектакльдерден алдық, опералардан алдық номерлер. Соларды тыңлап бір хәз етіп, соған баха бересіз деп үміт етіп қаламыз. Акапелла дем бермес. Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театр хор артистлері атқарады. Push
O'zbekiston Vatanim balalar xori. Xo'jali rayoni 5-sanli balalar muzika ham ko'rkam өнер maktabi xor jamoati atqaradi. Акапелла дала арманлары. Нөксқаны келестірілген мәдениет мектебі атқарады. Дирижер Мамбетова Замира. Hürmetli dostlar, ал енді әтібарыңызды экранға қаратуыңызды сұраймыз. Бүгінгі Еслеу көшесінде еске түсіру үшін ұстазы Наиля Сахибовнаның арнаған видеоролигі бар екен. Мархамат. Ассаламалейкум. Бүгін қадырдан хамамызге болған Айпараны, Талепованы
eslaydigan xotira kuni ekan. O'shanga ham men qo'shilib bir ikki og'iz gapirmoqchiman. Aypara Talepova konservatoriyada, O'zbekiston davlat konservatoriyasida 1990-yilda bitirib, men ustozi bo'lganman. Shu yillari Qoraqalpog'istonga ketib, shu yerda o'zini faoliyatini necha yildan beri ko'rsatgan. Aypara aytmoqchimanki, u shunaqangi o'zini kasbi sevar, o'z kasbiga sodiq odam edi. Odamgarchiligi juda ham kuchli edi. Qoraqalpog'iston madaniyatiga qo'shgan hissasi juda ham ko'p. Bolalar xori bilan ham ishlagan, kollejlarda ham ishlagan, kollejlar uchun har xil metodik uslubiyotlar yozgan. Buni ham ahamiyatga olish kerak. Aypara Talepova o'z xalqi uchun, o'z Qoraqalpog'iston madaniyati uchun juda ham ko'p xizmat qilgan, mehnati katta. O'ylaymanki, mana hozirgi kunda hali oldimizda eslab turar ekanmiz, hali ko'p eslaymiz Ayparani qilgan xizmatlarini, uni qilgan qo'shgan madaniyatga hissalarni. Hammaga sog'lik tilab qolaman, uni shogirdlariga yangi kuch, yangi izlanuvlar. Alaykum. Отан балалар хоры. Тахията шаласа 7-ші залы балалар музыка һәм көркем өнер мектебі хор жәмәт атқарата. Дирижер Асия Чимбаева. Ана. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық артисті Мырзагүл Сапаева атқарады. Кеуліме жақын жол жоқ, ауылдың жолларын айт. Кеуліме жақын жол жоқ, ауылдың жолларын айт. Дүнияда жұмсақ қол жоқ, анамның қолларын айт. Дүнияда жұмсақ қол жоқ.
anamның қолларын айт. Сезімнің дәнін екен, иләһи жырсаң неткен. Сезімнің дәнін екен, иләһи жырсаң неткен. Құсық жоқ сенен өткен, анамның хайуын ай. Құсық жоқ сенен өткен, анамның хайуын ай. Кімлерге болған арман, кімлерге болған дарман, кімлерге болған арман, кімлерге болған дарман. Мен тағы құмсап тұрман, әулетіп сүйеуін ай. Мен тағы құмсап тұрман, әулетіп сүйеуін ай. Данталы телегіңде анамсыз керегінен, данталы телегіңде анамсыз керегінен. Мехрінің жүрегіме жағымлы күйеуін ай. Мехрінің жүрегіме жағымлы күйеуін ай. Әулетіп сүйеуін ай. Анамның қолларын ай. Өмірде өзінің үлкен жолына күшлі, мықлы, талант иесі болған Айпара достымызды еслеп жатырмыз бүгін. Жайлар жәннетті болсын. Үлкен талант иесі болды. Үлкен көркемдеріміздің үлкен тұлғасы болды. Үлкен шаңырақта мехрибан ана. Мен үшін бір өзгеше бір сырлас қадырдан дос едік. Біздер не сөйлесеміз, har көріскенімізде, har со жұмыс байтында маған көп өзінің со дүретушілігінде көп өзінің кеңеслерін айтатын еді. Со операларды слескенде, әсіресе со қорменен, көбісі со Тумарис операсында барлығы бастан аяқ со қорменен байланысылы. Со бірінші болып мырзағұл киятсаң ба, мен распепкені басламай тұрман, сенің үшін, сеніңмен бірге баслайман деп күтіп отырғанлары әзір еслеп жатырман. Көп жәрдеме тиген, мырзағұл мына жерде мынандай қылып жіберсе, мына жерінде мынандай етіп айтып жіберейік бе деп, сондай бір дүретушілігімізде сондай бір жақсы күллеріміз болған. Аттен енді Алланың қалеуі сол бір дәрт өмірден ерте алып кетті. Ол өмірменен сондай күресті, денсаулығыменен жақсы күресті, бірақ бәрі арамыздан ерте алып кетті. Бәрімізге де аңсат емес бүгінгі бұл дүния. Соның үшін бүгінгі еслеуді шөлкемлестірген, бүгінгі еслеу деп келіп, Айпараны еслеп келіп отқан бәршеңізге рахмет, Алла разы болсын. Әммеңізге миннеттарман, міне басшыларымызға рахмет, парақат рахмет. Сондай өмірден өзінің арманларына жете алмай кетті, бірақ көп із қалдырып кетті. Міне шәкіртлер шығып жатырыпты, театрдың үлкен хор жамаатын дүзіп, оны сондай дәрежеге алып келді. Міне сол минетлерін халық біліп бара беру керек, келешегіміз біліп бару керек. Соның үшін бәріңізге миннеттарман, жайлар жәннетте болсын. Еске түсіру үшін сөз Өзбекстан һәм Қарақалпақстан көркемөнері қайраткері, Бердіғ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Құрбанбай Заретдиновке беріледі. Мархамат.
Ассаламу алейкум. Haqiqattan көркемөнерге өзінің үлкен үлесін қосқанын өліп кеткеннен кейін емес, өлмеген ағындама айту керек та. Бағалау керек, hürmetlеу керек. Біз әмеміз hürmetlейміз Айпараны. Осы театрдың академик дәрежесін, академик музыкалық театр дәрежесін жетуге Айпара Төлепованың, оар жағында Сапарбай Палуановтың, Әбжапар Мембетовтың, басқа да бәрін айтпаймын, тек қармейстерлерді айтып жатырмын да. Солардың үлкен жәрдемі болғаны себеплі, театрда оркестрдің жамаатының болғаны себеплі, қор жамаатының болғаны себеплі, балет труппасының болғаны себеплі, талантлы қосықшыларымыздың, қошауаз қосықшыларымыздың толысқанлығы себеплі біздің театрымыз академиялық музыкалық театр дәрежесіне жетті. Бұнда Айпараның үлкен үлесі бар. Театрға қор жамаатын қайттан реконструкция дейміз, переоформление дейміз бе, болған уағында Айпара өзі біріне басында отырып қор жамаатын жинады. Со қор дәрежесін, мұнан бұрыннан қорлар болды театрда, онан жақсы да болды біроқлар шатлар қысқарып кетті, деді отырыпты сахна залда біздің ветерандарымыз қорда. Штаттың қысқаруына байланысты бұлар жұмыстан шығуына мәжбүр болып кетті. Сол дәреже дауам ете бергенбіз академический деген атақты ондан көп бұрын алар ек та. Бүгін енді Айпараны еслеп атырған екенбіз. Айпарады Балтамыратовна деп айтуым керек, себебі ол менің коллегам, мендей дәрежедегі адам еді. Театрға бағанағы айтылған опера, музыкалық драмалар, Хаттеки балеттеде подпевкаларды, қордың подголосыйларын бәрін таярлап, солистлердің бәрін бір қатар көзден өткөріп таярлап, мен дирижер болған үшін маған таярлап әкеп беретін еді. Екеуміз көп жақсы жұмыстар істедік. Біздер Ташкент, Алматы қалаларын тік аяққа тұрғыздық деп айтып мақтансақ болады. Театрымыздың гастроль сапарында. Сонда Айпараның үлкен минетлері бар. Әттеки театр Науайда ойнаған уағымызда біздерден қордың составын азлау қылып апардық, ояқтан студентлерді қосып, соларды таярлап, Ажинияз, Тумарис оперларын жақсы болып атқарылыны тынбай минет етіп, аянбай минет етіп, даже бала шағасынан ұмытып кеткен уақытлар болды. Сонда жұмыс істеген адам еді. Әттең кетіп қалды арамыздан. Дегенменен Айпараның салып кеткен жол соқпағынан жүретұғын оның шәкіртлері, оның қор жамааты, оның театры, оның Қарақалпақстаны, оның Өзбекстаны Айпараны һәм уақытта hürmetlейді деп сенемін. Рухлары шат болсын, әруақлары һәммеңізді қолдап қуатлай берсін. Ергенлік ауазы. Бердіқ атында мемлекеттік академиялық музыкалық театр хор артистлері һәм симфониялық оркестр атқарады. Дирижер Өзбекстан һәм Қарақалпақстан көркемөнер қайраткері, Бердіқ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Құрбанбай Сариддинов.
Тумарис операсынан Тумаристің ариясы. Өзбекстан һәм Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Роза Құтекеева атқарады. Балық улап мал айдаған елдің тынышлығын бұзды. Бұлбұлысы бұл кең дала көрмеген ұрыс болашақ. Ұрыс болса тұрыс болмас, ұрыстың бұл мәңгі заңы. Құрбаны жоқ, ұрыс болмас, ол өмірдің басты дұшпаны. Кіндік қанып тамған далам, ана жұрттың топырағы. Бейуақалық етсем саған, көзімді қыз шоқығаны. Қияш түсіп гүл көгермей, дарақ сырғып миуа бермей, әрре қонбай гүлден гүлге, қандай сән бар бұл өмірде. Ұрыс болса тұрыс болмас, ұрыстың бұл мәңгі заңы. Құрбаны жоқ, ұрыс болмас, ол өмірдің басты дұшпаны. Кіндік қанып тамған далам, ана жұрттың топырағы. Бейуақалық етсем саған, көзімді қыз шоқығаны. Сенің көзлерің. Қарақалпақстан халық артисті Дәлібай Мәмбетмұратов атқарады.
basqanda naz benen bağır biğam yüreğime kol kola salır aşka muhabbetin otuna jağıp sırlı bakandayım o senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin aşkı muhabbetin otuna jağıp sırlı bakandayım o senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin aytalmayman canım hasretler kevlimde yerken gözgen verap kusan kölümde dertimi davaday kaçtık önümde sırlı bakandayım o senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin dertimi davaday kaçtık önümde sırlı bakandayım o senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin benim gözlerimde sağınış bular kelbeten kevlemde bir nağız bular nege canım benim yüreğim dolar sırlı bakandayım o senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin nege canım benim yüreğim tular sırlı bakandayım o senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin akşamın sarmırsan alız alıstan yeke ceyranlısın ketken şabızkan nazlı jelvan benim ilham bağışla sırlı bakandayım o senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin nazlı jelvan benim ilham bağışla sırlı bakandayım o senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin sırlı bakandayım o canım senin gözlerin
Тумарис операсынан Тумаристың ариясы. Өзбекстан һәм Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Элиза Айтниязова атқарады. Қашан айтаман. Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театры хор артисті Мадияр Бекболатов атқарады. Сазнамаға саулып бірге
keskin sazına, bülbül seslerindey hoş havasına. Aşıktı ben yetkin şılvan ağzına, Güznegin ışığımda kaşan aytamam. Жастық сырларымды жаздым хатыма, гүл дәстесін алдым арнап атыңа. Сізге деген ышқым мұхаббатыма бір ауыз сөзім бар, қашан айтамам. Сізге деген ышқым мұхаббатыма бір ауыз сөзім бар, қашан айтамам. Ішкі сырларымда қашан айтамам. Көрдің бе? Өзбекстан һәм Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Роза Құтекеева һәм Айгүл Махамбет Шериповалар атқарады. Есітпей жүрсең бе жүректің сарын, білмесең бе сен де кеулімнің барын.
Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі кешеміздің әзіз мейманлары, сіздерді бүгінгі кешеге қымбатлы уақытларыңызды бөліп, келгеніңізді көріп, жүда толқуланып, төбем көкке жетіп тұрды. Неге дегенде, бүгін 18 жас уақытымнан бері дос болып бірге студентлік уақыттың нанын бірге бөліп жеген, 42 жылдан бері бірге дос болған менің әзиз досымды еслеп жатырмыз. Бүгін мына көрдің бе қосығын біздер бекарға айтқанымыз жоқ. Себебі Ташкент мемлекеттік Ашрафи атындағы консерваторияда оқыған уақытымызда әрбір кешеде Айпара екеуміз қосықты айтатын едік. Әмме аузын ашып таң қалатын еді. Сонда айтатын еді, Роза, сен әстелеу айт, менің даусымды басып кетпей, деп бақыратын еді. Бүгін осы кешеге ойладым, Айпараның перзенті Айгүлменен айтып шыға қояйын деп, һәм сіздердің нәзеріңізге ұсындық осы қосықты. Жас уақытымыздан жаңа қыз болып оқуға қадем басып, училищеге бірінші келген жылымыздан басылап дос болып, өмірінің ақырына шекем меніменен дос еді. Екеуміз көп ойласатын едік, бірге істесетін едік, қате кемшілігім болса, менің достымсаң деп аяп отырмайтын еді, бетіме шарта айтып, нерін дүзейсең деп бақыратын еді. Мен бәріма Айпараны тыңлайтын едім. Себебі менің ең жақын достым еді. Мен өзімнің туысқанымдай көретін едім. Тек қана дос емес, біздер шаңырағымызбенен әмеміз ағайын болып кеттік, екеуміздің себебімізден. Әттегі ол сондай инсан еді, менің қайненемменен дос еді. Екеуі бір-біріне менің армейскийім деп әзілдетесін еді, әзіл қылатын еді. Соларды көріп мен мәс болатын едім. Не қылды жақпан, пүдайы инсан еді, пүдайы жұмысының бірінші орында жұмысын қоятын еді, шаңырағын төбесіне көтеретін еді, перзентлерін жақсы көретін еді, өмірлік жолдасын сыйлайтын еді, біздің үйдегі кісі деп сөйлейтін еді. Үлкенді хүрмет етіп, кішіні хүрмет етіп, орны қояды, бірақ реті келгенде хақиқатлықты бетке айтатын еді. Адамның сыртынан айтпайтын еді. Мына күніменен әмме айтып кетті театрда, әмме қайсы музыкалық спектакль болса, әммесінің осы массовый сценаларын, әмме массовый шығатын жердегі қосықларын бәрін таярлайтын еді. Ішінде араласып біздерім таярланатын едік. Хорменен концертке шығатын едік. Жаңа Тумаристың ариясын айтып шықтым хорменен. Бірінші рет Айпара соны концертке таярлап мені шығарып еді. Со қосықпенен. Ондан кейін жұмыс десе денсаулығына ауырып тұрғанына да қарамай, со өзінің күнделікті халатын жеңіп жұмысқа келетін еді. Сондай мәрт еді ол. Мен азғандай ауырсам жұмыстан қап қоятын ем. Сонда бақыратын еді. Әй қыз, азғанда балконнан басыңды шығарып, бармағыңды сулап көр, күн суық болса, қалың кейін деп бақыратын еді маған. Күнде азында звоноклап, бүгін салқын киініп кел деп бақыратын еді. Мен со өзімнің анамдай, өзімнің апамдай тыңдайтын ем бәрхама. Со күлдеріміз жақсы өтті, әттең Құдай талама керек болды, алып кетті ерте. Мен бір өзім қап қойдым. Мына қапының ар жағында Айпараның кабинеті бар. Қазір өзін жан күйдіріп, ізіне ертіп, бақырып, оқытып, Ташкенттегі консерваторияға апарып, кіргізіп, контрактысын төлейсең деп папасына барып, бақырып, оқытқан шәкірті Құтлымұрат бар үсерде. Со кабинетті әзір иелеп отырыпты шәкірті. Мен барып айтамам, Құтлымұрат, сен кабинетіңді ашып қой балам, мен күнде бір кіріп үсерде отырмасам болмайды.
Мен үйге барған соң ұйқылай алмаймын деймін. Әр күні келіп, сол кабинетке кіріп отырамын. Әзір Құдайға шүкір перзентлері істеп атырыпты, шәкіртлері істеп атырыпты. Республикамыздың барлық жерінде шәкіртлері бар. Бүгін келген қызлар өздерінің жәмәтлерін алып келген. Жүда қуандық. Осындай қылып естеп тұрған жақсы екен. Көп уақыттан бері естенбей қалды, оны жасыратыны жоқ. Мына театр жәмәтіне, театрдың администрациясына, дирекциясына, жүгіріп жүрген өмірлік жолдасына, перзентлеріне, достарына, хор жәмәтіне, оркестр жәмәтіне, Құрбанбай аға, қолдап қуатлаған барлық келіп отырған сіздерге өзімнің үлкен minnettarшылығымды білдіремін. Бұл кісі пүдәйі инсан, hürmetli ana, жақсы қостар, ең әзіз дос, үлкен атақ абырайға, үлкен ітібарға, халқымыздың мехріне лайық инсан еді. Сіздер келгенің үшін рахмет. Құрметті достар, бүгінгі еске түсіру кешесіне әзірдің өзінде сол уәлаятлардан біздерге хабарлар келіп жетіп атырыпты. Ұстазымыздың группалас досты консерваторияда бірге оқыған Хатыра Низамоваға экранға қаратсаңыз болады. Assalomu alaykum, hurmatli, mening qadrli, men uchun eng yaqin bo'lgan insonlarim, Qoraqalpog'istondagi dugonalarim. Hammalaring sog' omonmisizlar? Sog' omon ishlab yuribsizlarmi? Bugun mana Ayparani xotira kechasini o'tkazyapsizlar ekan. Men Aypara to'g'risida juda ko'p gapirishim mumkin. Bunday insonlarni unutish juda qiyin. Men u bilan oxirgi yillarda ham ko'rishib yurdim. Ancha sog'lig'i orqaga ketgan edi, qo'llari og'rib endi. Lekin mana shu 5 yil mobaynida 85-90 yillar birga o'qidik. Opa-singillardan da yaqin bo'ldik, jigarlardek bo'lib yurdik. Sababi ular Qoraqalpoqdan kelgan, men Qozog'istondan kelganman, men Turkiston viloyatidanman o'zim. Hozirgi kunda mana Guliston musiqa kollejida dars beraman. Uzoqdaman. Aypara o'rtog'im juda ham oqko'ngil edi. Juda ham mehribon edi. Halol, juda ham bir narsani e'tibordan qoldirmas edi. O'qituvchilarini shu oxirgi shu kasal holida ham yur borib o'qituvchimni ko'rib kelamiz deb ustozini borib ko'rib kelgan kunlari bo'ldi. Farzandlarini o'qitdik. Har doim kuyib pisharib egizaklarim qanday bo'lar ekan, qizim mana o'qishni tugatyapti, ishi qanday bo'lar ekan deb har doim bolalar uchun shunday jonkuyarlik qilardi, oilasi uchun. Men Ayparani juda yaxshi ko'rganman. Hozirgi kungacha har kuni, sababi may oyida onam o'tib qoldi, keyin 2 oydan keyin Aypara o'tib qoldi. O'sha kundan boshlab men Ayparani har kungi ertalabki bomdodimda, duolarimda Ayparani eslayman. Men uni har kuni eslayman, onamga qo'shib duo qilaman. Nima deyman? Joylar jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. O'rtoqlarga yo'qotisham qiyin, baribir farzandlariga Allohning sabr bersin. Shunday ajoyib onasi borligidan farzandlar har doim faxrlanib yursin. Men Qoraqalpoqdagi o'rtoqlarimning hammasiga katta salom yo'llayman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Roza, Aida, Ulya, Rayhon, Saltanat, Madina juda biz bir-birimizga inoq bo'lganmiz. Men eng studentlik oltin davrim mana shu insonlar bilan bog'liq. Ayparaning ruhlari shod bo'lsin. Mana qilgan ishlari, boshqalari, oilasi hammasi men misol uchun oldinda men xursandman. Hamma uni eslaydi. Bu yerda ham kursdoshlarimiz eslaymiz har doim. Oilasiga sabr bersin. Bolalarini baxtli bo'lsin bolalar. Umrlari uzoq bo'lsin. Qizlari, mana o'g'illari hammasini ishlarini omadini bersin. Onalarni har doim yod etib yursin iloyim. Hammalaringga katta rahmat. Ishlaringga omad, sog'lik, salomatlik bo'lsin har doim. Gulistonga kelinglar, xursand bo'laman. Assalomu alaykum. Кеуіл толғанысы. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театр хор жәмәті атқарады. Солист Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Света Шынқұлова.
Sarplasam daryo Asti ağar Sırım sezgende Ne günahım var edi menin Şürегimde bunша ezгенде Не günahım var edi menin Şürегimde bunша ezгенде Құстай паруаздаман дариядай тасып бүркем дүния екен тарих бассам да сенің дидарыңа жете ме һәргіз сен де барымды сарыпласам да сенің дидарыңа жете ме һәргіз сен де барымды сарыпласам да Muhabbat dastanın şazı niyetim Kayıptan bağlarım Şetsem tilekке Şansam деп деуді дәрт боп Hasret otun şağa берме жүрекке Шығарсам деп деуді дәрт боп жиылған Hasret otun şaға берме жүрекке Дейдио. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театр хор артистлері, дирижер Айгүл Махамбет Шарипова. Çinnimidi sapalmı piyalaman dedi
Бағларай. Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театры хор жәмәті атқарады. Жақсы көремін, ешқайсыңызды жаман көрмеймін, Бағдат. Естіп,
айтып тұрман да ана жақта не? Мен сіздерді ешқайсыңызды жаман көрмеймін. Бәріңізді де жақсы көремен. Енді мен айтайын дегенім сіздерге. Ал бұзып тұрсаңыз ғой, жаңа бұзып тұрсаңыз ғой. Соны дұрыслап, жақсылап айту керек. Мен сіздерді ешқайсыңызды жақсы көремен, жаман көріп, мен сіздерге пайдаңызды айтаман. Ешқайсыңызға мен жаман болмасын, жақсы болсын деймен. Соның үшін жаңағы дальше давам еттіріп, мына Қарақалпақтың мына көркем өнерін, әсіресе қорды биіклерге, шыңларға көтеру керек. Абырайын жерге түсірмеу керек. Ешқашан мен сіздерге айтып аузым шашады. Абырайын аспанға көтеріп, сондай жақсы қор болу керек. Абырайын аспанларға көтерің. Коля! Ал, мына дальше, давам еткіз. Қор әмеңізге әумет, яқшы. Рахмет. Құрметті достар, бүгінгі Еслеу көшемізге белгілі қармейстер ұстаз Айпара Төлеуованың Еслеу көшесіне арналған концерт бағдарламамыз жұмақлаймыз. Сөз соңында Айпара Төлеуованың өмірлік жолдасы, театрымыздың хор артисті, жас үлкені Бектұрсын Нызановқа сөз береміз. Мархамат. Жуықлары міне жиналып отырыпты, қолдап қуатлап отырыпты. Әр бір жақсы істің басында басшылары тұрар қасында дегендей ата-бабада гәп бар. Міне бұл Айпараны Еслеу көшесін бірінші міне ініміз, театрымыздың директоры Парағатжан міне әне күндер айтып еді. Құдайым со кегіне берсін. Аға апамыз әммеміздің ұстазымыз жақсы көрген бір Еслеу көшесін өткеруіміз керек деп со Парағаттан шыққан идея бұл. Сонымен Құдайым со Құрымбай ағаларымыз, яшілгендеріміз, Бәуедин ағамыз бар, режиссер Қайрат, Марқаба инелеріміз бар, солармен сондай деп атырыпты дирекциядан. Еслеу көшесін өткеруіміз керек деп атыр, ұсыныс қылып атырыпты дегеннен кейін Құрымбай ағалар давай деді, ондай болса деді, Құдайым өткер жібереміз, оның ешнесі жоқ деп, осындай таярлық көріп, тез араның ішінде сондай дәрежеге міне қор жамаатыменен, солистлерімізбенен, Дәлбай ағалар бәрін өздеріңіз көрдіңіз, Айпараны естілеп, ең жақсы сөздерін айтты. Құдайым со басламаны көтеріп атқан со дирекцияларымызға, яшілгендерімізге, әммесіне Құдайым саулық, саламатлық тілеймен, ұзақ өмір тілеймен. Со үйлерінде аманшылық болғай, Құдайым со Еслеу көшелерін өткеріп, міне Айпараның ұрықлары міне үлкен театрымызда кезіп жүрген шығар, бүгін шат болып, бағана әулие басына барып, зияратқа барып келді. Со бүгін бір аунап, қуанып, şu şad болып жүрген шығар, su театрда жүргендей. Замира қызымызам жаңа su Айпараның жұмыс процесінде өткен нелерін азғандай болса да көрсетіп көздерімізден жас алып жатырмыз. Айпара әммемізге де керек еді, тек сіздерге емес, маған емес, әммеге керек еді. Сол үшін Құдайым не қыл дейміз?
жатқан жері жайлы болсын, Құдайым, иманы жолдасы болсын. Өзі тірі болғанда, арамызда болғанда былтыр 60-қа шығып еді, 60-қа шығып мына төрге отырғызып қойып, юбилей кешелерін өткерген болар ма едік. Іләж жоқ, тағдыр Алладан. Сол қымбатлы уақытларыңызды бөліп, келіп театрымызға тамаша қылып жатқандарыңызға Құдайым сол рахмет айтамын. Үйлеріңізде аманшылық болғай, бауырларыңыз бітім болсын. Бір-бірімізді жойтпағаймыз, Құдайым. Әмі уақытлар сол бала-шағаның алдында үлкен қары болу, кемпір болу нәсіп еткей әмі мына яшылығына. Жастарымызға міне ұзақ өмір тілеймен. Жұмысларында, оқуларында табыстар тілеймен. Сол республикамызға керекті сондай кадрлар болып, Құдайым, сол оқуларын тамамлап, сол халқымыздың алдында сол абырай атаққа сазавар болып жүре берге, Құдайым. Және бір мәрте сіздердің атыңыздан, өзімнің семьямның атынан, қор жамаатының атынан дирекциямызға және бір миннеттаршылығымды білдірмекшімен, Құдайым. Өніп өскей. Ата-бабада гәп бар ғой, өлі сыйлаған бай болады деп, міне парақат міне басшылық еткеніңе рахмет. Мыңда бір міне һәм менің атына және бір мәрте айта жақпан. Өніп өскейсең, жұмыстарыңды табыс болғай, Құдайым. Өсіп раваждана бергейсең, мәртебең бәлент бола берге, Құдайым. Һәм мен сізге рахмет айтамын. Сау болың, аман болың. Бүгін Бектұрсын ағамыздың да туылған күні. Бір құттықтап қойсаңыз болады, қол жапатлаумен. Азиз замандашлар, қадірлі достар, осыныңменен бүгінгі еселеу кешесін жұмақлаймыз. Алдағы уақытта жақсы, қуанышлы күндерде көріскенше, қош, сау, саламат болың. Nukus shahridagi Jenny Cinema video studiyasi sizning go'zal kunlaringizni unutilmas ranglarda muhrlaydi. Video va foto xizmati sizning ixtiyoringizda. YouTube'dagi jonli efirlarni ham kuzatib boring. Telefon 97 660 55 66. Jenny Cinema video studiyasi.